Желіде жедел жаңалық тарады. Барша хабардар болсын. Бұл жаңалығымыз үшін видеоролик бір емес, мыңдаған лайк бассаңыз арзиды. Толық ақпаратқа ие болу үшін видеороликті соңына дейін қараңыз. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бірден лайк және жазылу түймелерін басып қойыңыз. Қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткіземіз. Ендеше бастадық. Ауылға барғысы келетін дәрігерлерге 10 миллион теңге беріледі. 2024 жыл ауылға барып жұмыс істегісі келетін дәрігерлерге бір рет 10 миллион теңге беріледі. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Ажар Ғаният айтты деп хабарлайды Массагет KZ. Қазіргі таңда елді мекендерге 1000-нан аса дәрігер жетіспейді. Мамандарды ауылдарға тартып, әлеуметтік қолдау көрсету үшін бір рет 10 миллион теңге беру керек деген ұсынысты қолдап отырмыз. Бұл Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасында жазылған. Енді өңірлерге сіздерге қанша дәрігер керек, қанша қаражат болу керек деп ақылдасып жұмыс істеп жатырмыз, деді министр өткен баспасөз мәслихатында. Ажар Ғанияттың пікірінше, қаржылай қолдау ауылда жұмыс істегісі келетін барлық мамандарға берілуі керек. Бұл жаңалықтан барша хабардар болу үшін видеороликті жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз, қымбат көрермен. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Сау сәлеметте болыңыздар.